мектептің мұғалімдерін айтсаңдаршы. Мынаны қараңдар. Бала мектептен кейін мектеп уақыты бітті, болды. Қызға біреу тиісіп қалса, ана ұлдар төбелесіп қалса, сол мектептің мұғалімі кінәлі ғой. Мектептің уақыты бітті ғой, болды ғой, одан кейін ол әке-шешесінің қармағында емес па? Бір мектептің қызы кешкісін жігіттермен қырып екі қабат болып қалса да мектеп кінәлі, мектеп қарап еді, директор жұмыстан қуылсын. Тоба. Не болып баратырмыз деймін да? Сонда мектептің директоры, анау класс жетекші, сыныбындағы 20 қыздың бір жеріне бітеу болып, ана 20 баланың жұдырығына ие болып жүру керек па? Неблагодарный жұмыс қой мынау, мұғалімдердің жұмысы, сіздердің жұмыстарыңыз. Рахметі жоқ жұмыс. Әйтеуір мерекелерде өтірік беттеріңізге күліп сөзбен жегісіп кетеміз. Абай атамыз айтқан, не дейді? Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес заяға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, ойбу Әл-Фараби атамыз былай деп айтқан деп сіздер сондай сөздермен жегісіп кетеміз. Болды, біз кетеміз сол бір мұғалімдердің аптасына, қыркүйекте бас болады ғой, бір мұғалімдердің күні ма, оқу басталған кезде. Болды, сол күні барамыз да, одан кейін 8 мартта барамыз, жарқырап бір солып қалған тюльпанымызды алып. Басқа кезде бала шағамен бірің шекел, бірің бал, бірің өліп, бірің қал дейміз. Мектептің мұғалімдері, вот.